Қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабағымыз электронды счет фактура esf.gov.kz деген сайттан электронды счет фактураны қалай жібереміз заказчикке. Сіздер товарды заказчикке апарып болғаннан кейін товарымен бірге сіздер накладной алып барасыздар, екі экземпляр. Екі экземпляр накладной ол сіздің товарыңызды сол заказчик қабылдап алғаннан кейін болады. Сол жерге өткіздім деген документ. Сіз ол жаңағыдай накладнойға сіз қол қоясыз, печать басасыз, сосын екі экземплярына да қол қойып печать басқаннан кейін сіз апарып бересіз товармен бірге. Товарды складтан қарайды, сосын складтағы завсклад адам ол жерге қол қойып, үш бұрышты болмаса төрт бұрышты өздерінің печаттары бар, соны қол қойып аты жөнін жазып, соны печатты басып береді. Сосын бір экземплярын сіз өзіңізбен бірге алып кетесіз. Соны алып келгеннен кейін госзакупте электронный акт бар. Сол жерге прикреплять етіп, электронный акт жібересіз. Өткен сабақтарымызда ол электронный актты қалай жіберу керек екенін біз айтқан болатынбыз. Енді электронный актты жібергеннен кейін заказчик сіздерден электронный счет фактура сұрайды. Электронный емес, вообще счет фактура сұрайды. Счет фактураны қағаз жүзінде алып баруға болады, және электронды түрінде алып баруға болады. Қағаз жүзінде алып барсаңыз, ол жерден көптеген қателіктер шығып кетуі мүмкін. Өйткені сіз бірінші рет жасап жатқаннан кейін, сіз бухгалтер болмағаннан кейін, сізде бухгалтер жоқ, сіз өзіңіз бухгалтер емес болуыңыз мүмкін. Сол үшін сіз көптеген қателіктер жіберуіңіз мүмкін. Ал мынау электронный счет фактурада оны қателіктер бұл жерде аз болады. Егер көп болса да, бұны отмена жасайсыз да қайтадан дұрыстап жібересіз. Енді электронный счет фактураны қалай жібереміз заказчикке? Сіздерде ең бірінші осылай счет ашылады. Мынандай бір страница ашылады, мынандай. Сол осының ең астында электронды счет фактура деген бар. Соны басамыз. Электронды счет фактура мінекей мына жерде жазылып тұр. Создание электронный счет фактуры, ввод бумажного счет фактура дейді, импортировать, распечатать список дейді, настройка журнала дейді. Енді бізге керегі бұл жерде создание счет фактура. Соны басамыз. Создание счет фактура ашылады. Раздел А, общий раздел. Раздел Б, реквизит поставщика, реквизит получателя, реквизит государственного учреждения, реквизит грузоотправителя и получателя. Одан кейін договор. Болды, осылай толтырамыз кезегімен. Бірінші раздел А. Бізде номері екінші счет фактура бұл. Электронды счет фактурамыздың номері екінші. Біз осы қайын тек біреуін жібердік, мынау енді екіншісі. Одан кейінгісі дата выписки. Бұл бүгінгі число. Бұны сіз өзгерте алмайсыз. Бұл өзі автоматты түрде жазылады. Мына қызыл жұлдызша тұрғандар ол міндетті түрде толтырылатын жерлер. Дата совершения оборота. Ол бізде тауарды қай күні жеткіздік. Яғни накладнойда қандай число жазылып тұр. Дәл сол числоны осы жерге түсіреміз. Біз 12-сі күні жібердік. 12-ші наурыз күні. Мінекей соны осы жерге қоямыз. Енді астына қарай түсеміз. Астына түскеніңізде раздел G шығып тұр қазір. Данные по товарам, работам, услугам дейді. Бұған біз ең соңында келеміз. Ендігі раздел А-ны бітірдік. Енді раздел Б, реквизит поставщика. Бұл жерде бұл автоматты түрде өзі толтырылады. Мінекей біздің компанияның аты, бейіні жазылып тұр, юридический адрес жазылып тұр. Енді біз толтыратын жері бар бұл жерде. Свидетельство плательщика НДС деген бар, бұны біз толтырмаймыз. Егер сіз НДСник болсаңыз, онда толтыруға болады. Толтырасыз. Раздел Б1, B1 бұл банковский реквизит и поставщика. Бізде, мысалы үшін, банкымыздың реквизиттерін жазамыз. КБ. Егер ТО болса 17, ИП болса 19. ИК-ті басқан кезде счеттың өзі шығады автоматты түрде. Соны таңдаймыз. Сол кезде мына жақтан біздің банктың несі шығады. Ақпараттар, біздің банкымыз жайлы ақпарат шығады. Так, мына жерде реквизит раздел С, реквизит получателя. Енді біз получатель кім? Біз кімге жіберіп жатырмыз? Заказчигіміз кім? Соның бейінін жазамыз.
060 44 00 0 181. Мінекей. Бинін терген кезде өзі автоматты түрде шығу керек астынан осылай. Сол кезде барлығы толтырылады. Соны таңдаймыз. Енді астына қарай түсеміз. Қалған мыналарды толтырмаймыз. Код стране бұл барлығы өзі жазылып тұр. Одан кейін мына жерде қараңыздар, категория получателя дейді. Егер бұл сіз жіберіп жатқан компания болмаса мемлекеттік бұл заказчик государственный учреждение, мемлекеттік учреждение болса, мемлекеттік мекеме болса, онда мынаған птичка қоясыз. Мінекей, мына жерде мемлекеттік государственный учреждениеге бар. Соған птичка қоясыз. Ал егер мемлекеттік мекеме болмаса, онда қоймайсыз еш нәрсе. Бізде бұл компания частный компания, жеке компания, сол үшін біз қоймаймыз. Так, енді реквизит получателяны толтырдық. Енді реквизит государственного учреждения. Біз бұны толтырмаймыз, өйткені біздікі мемлекеттік мекеме емес. Енді реквизиты грузоотправителя и грузополучателя. Мінекей, грузополучатель, грузоотправитель. Мына жерде біз өзіміздікін жазамыз. Мінекей, өзіміздің бинімізді жаздық. Енді астына қарай түсеміз. Мына жерде грузополучатель. Бұл грузды қабылдаушы кім? Соның реквизитін жазамыз. Реквизитін жазамыз. Бин жазғанда өзі шығады. Код страны KZ деп тұр. Енді договор. Бұл толды. Раздел Д толды. Енді раздел Е. Договор контракт дейді. Сіздер тендерге қатысқанда договорға қол қоясыздар. Сол кезде мына жерде договор, контракт на поставку, товар, работ, услуг дейді. Соған птичка қоясыздар мына жерге. Сөйтесіздер, номер договорын мына жерге жазасыздар. Мына жерге дата договорын жазасыздар. Сол жерде номер договорын жанында датасы болады. Қай күні составление, қай күні жасалды договор. Условия оплата. Мына жерге безналичный расчет деп жазасыздар. Безналичный расчет. Енді способ отправления толтырмай қойсақ болады. Поставка товар, осуществление по доверенности дейді. Егер сіз товарды жеткізген кезде доверенностьпен жеткізетін болсаңыз, яғни сіз бір транспортный компаниямен болмаса бір газельмен, водительден беріп жіберетін болсаңыз, сол водительге сіз доверенность жазып беруіңіз керек. Сол доверенностьтің номер жазылады мына жерге, одан кейін датасы жазылады. Одан кейін пункт назначения, қай жерге алып барады, сол жазылады. Сол үшін соны толтырасыздар. Егер доверенность болса, қазір біздің немізде бізде договор жоқ. Бізде без договор, мінекей, без договор дейміз. Соны таңдаймыз. Сол кезде біз еш нәрсе толтырмаймыз. Одан кейін раздел F дейді. Реквизиты, документы, подтверждающие поставку товар, работу, услуг. Номер документа, подтверждающего на поставку товар, работу, услуг. Номер документа бізде қазір айтамын. Так. Үшінші, мінекей, счет на оплату, бізде үшінші номерлі. Бұл жерге сізге ненің накладнойдың номер жазасыздар. Накладнойдың номер жазасыздар. Бізде қазір накладнойдың номерде осындай счет на оплатудың номермен бірдей. Сол үшін біз мына жерге 3 дейміз. Одан кейін дата документа дейді, 12-сі дейміз. 12-сі деп жазамыз. Одан кейін болды. Одан кейін бұл бітті. Енді данные по товарам, работам, услугам. Енді раздел G. Мінекей G-ға келдік. Признак происхождения товара, работа, услуг. Признак происхождения деген бұл жерде бізде товар ма, работа ма, услуга ма. Соның өзінің номері болады. Бізде товар, сол үшін біз 5-ті таңдаймыз. А егер бізде работа, услуга болса, қызмет пен жұмыс болса, онда біз 6-ны таңдаймыз. Ал товар болса, онда 5-ті таңдаймыз. Сол үшін соны естеріңізде ұстаңыз. Мына жерге атын жазамыз. Не деп жазылған?
перевозка бізде, перевозка, да. Мынаны толтырмайсыздар, мына үште аты болса, үште 1 дроп 1 деген бұл жерге ешнәрсе жазбайсыздар. Егер бірдеңке жазсаңыздар, сіз косвенный налог төлейтін боласыз. Сол үшін ешнәрсе жазбаңыздар. Код ТНВ товар. Егер заказчик код ТНВ сұраса, онда сіз бұны міндетті түрде толтыруыңыз керек. Бұл код ТНВ-ті сіз Google-ға кіресіз, код ТНВ товар десеңіз, осы жер сізге шығарып береді. Мынау перевозка дистопливо бізде, дистопливоның коды қандай соны жазады. Одан кейін мына жақта единица измерения литр. Мінекей литр таңдаймыз. Количество. Қазір көреміз количество қанша екен. 23280. 23280. Цена единицу, за единицу 2-де 5 дейміз. Болды. Количество 23280, 2,5 теңгеден 58200 теңге. Мына жақты көреміз, дұрыс па, дұрыс емес пе? 58200 дұрыс. Болды, бітті біздің счет фактурамыз. Қараңыздар. Дәл осылай толтырасыздар сіздерде. Одан кейін ең соңында мына жерде отправить деген басамыз. Раздел А, общий раздел дейді. Счет фактуры с таким номером и датой уже существует. Пожалуйста, укажите другой номер дейді. Бізде екінші счет фактура бар екен, сол үшін біз үшінші счет фактура деп жазамыз. Үшінші счет фактура. Енді отправить дейміз. Енді компанияның екінші сертификатын таңдаймыз. ГОС деген сертификат таңдаймыз. Өйткені біз оған подписать етуіміз керек. Подписать дейміз. Мына жерде пароль жазамыз. ECP-ның паролін. ECP-ның паролін жазамыз. Счет фактура создан и добавлен в очередь обработки дейді. Кетті счет фактура. Қараңыздар, бізде мынау бірінші счет фактура кеткен, одан кейін мынау екінші счет фактура. Егер сіздер счет фактураны тексеретін болсаңыздар, доставление деген бар, одан кейін не предусмотрен деген бар. Поисқа кіргенде мына жерде мысалы үшін бүгінгі числоны жазасыздар. Қай күні выпуска, қай күні жаздыңыз счет фактураны, сол числоны жазасыз. Егер білмейтін болсаңыз, мысалы үшін 10-нан бастап, мысалы 10-нан мына жаққа 15-не дейін деп таңдайсыз. Сол кезде 10 мен 15-нің арасындағы счет фактуралар шығарып береді сізге. Одан кейін, егер сіздің счет фактураңызды көрген болса, оны доставление деген птичка қоясыз. Сол кезде сіздің счет фактураңызды көрген, көрмегені көрініп тұрады. Так, егер не предусмотрено дегенді таңдасаңыз, онда сіз таңдайсыз да, сосын применить дейсіз. Сол кезде егер шығып тұрса, онда сіздің счет фактураңызды әлі көрген жоқ. Ал біз қазір доставление деген таңдаймыз, енді іздеп көреміз. Бізде көріңіз, доставление әлі бармаған. Егер барған болса, ол көрген болса, олардың бухгалтериясы ашық көрген болса, біздің счет фактураны, онда доставление деген жерде мына жерде тұрады. Бізде қазір көрген жоқ, сол үшін не предусмотрен деген жерде тұр. Не просмотрен деген жерде тұр. Енді бұны қалай распечатать етіп шығаруға болады? Мынау счет фактура тұр, қайсыны распечатать етесіз, соған птичка қоясыз. Птичка қойған кезде распечатать, скачать деген тұр, одан кейін открыть деген бар, отозвать деген бар, создать копию деген бар. Отозвать деген басаңыз, егер бір жері қате болса, отозвать деп қаласыз оны. Содан кейін оны не аласыз. Егер заказчик сіздерге айтып жатса, бір жер дұрыс емес, мына жерден дұрыстау керек, қайтадан өшіріп таста десе, онда сіздер птичка қоясыздар да сол счет фактураға. Сосын отозвать деп қайтадан өшіріп тастайсыздар. Одан кейін қайтадан сіз оны басынан бастап жазасыз. Бірақ мына номерден бастап болмайды уже. Сіз үшінші номерді жазсаңыз да, сіз өшіріп тастасаңыз да, бұл 3-тен бастамайсыз, уже сіз 4-тен бастайсыз. Өйткені сіз 4-ші попытка жасап жатырсыз. Счет фактура, электронный счет фактура туралы осы сабағымыз. Баршаларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, біздің чатқа жазыңыздар, телеграмдағы чатқа.
сол жерде біздің мамандар өздері жауап береді түсінбеген жерлеріңізді. Баршаларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабағымыз электронды счет фактура esf.gov.kz деген сайттан электронды счет фактураны қалай жібереміз заказчикке. Сіздер товарды заказчикке апарып болғаннан кейін товарымен бірге сіздер накладной алып барасыздар, 2 экземпляр. 2 экземпляр накладной ол сіздің товарыңызды сол заказчик қабылдап алғаннан кейін болады. Сол жерге өткіздім деген документ. Сіз ол жаңағыдай накладнойға сіз қол қоясыз, печать басасыз, сосын 2 экземплярына да қол қойып печать басқаннан кейін сіз апарып бересіз товармен бірге. Товарды складтан қарайды, сосын складтағы завсклад адам ол жерге қол қойып, 3 бұрышты болмаса 4 бұрышты өздерінің печаттары бар, соны қол қойып аты жөнін жазып, соны печатты басып береді. Сосын 1 экземплярын сіз өзіңізбен бірге алып кетесіз. Соны алып келгеннен кейін госзакупте электронный акт бар, сол жерге прикреплять етіп электронный акт жібересіз. Өткен сабақтарымызда ол электронный актты қалай жіберу керек екенін біз айтқан болатынбыз. Енді электронный актты жібергеннен кейін заказчик сіздерден электронный счет фактура сұрайды. Электронный емес, вообще счет фактура сұрайды. Счет фактураны қағаз жүзінде алып баруға болады, және электронды түрінде алып баруға болады. Қағаз жүзінде алып барсаңыз, ол жерден көптеген қателіктер шығып кетуі мүмкін. Өйткені сіз бірінші рет жасап жатқаннан кейін, сіз бухгалтер болмағаннан кейін, сізде бухгалтер жоқ, сіз өзіңіз бухгалтер емес болуыңыз мүмкін. Сол үшін сіз көптеген қателіктер жіберуіңіз мүмкін. Ал мынау электронный счет фактурада оны қателіктер бұл жерде аз болады. Егер көп болса да, бұны отмена жасайсыз да қайтадан дұрыстап жібересіз. Енді электронный счет фактураны қалай жібереміз заказчикке? Сіздерде ең бірінші осылай счет ашылады. Мынандай бір страница ашылады, мынандай. Сол осының ең астында электронды счет фактура деген бар. Соны басамыз. Электронды счет фактура мінекей мына жерде жазылып тұр. Создание электронный счет фактура, ввод бумажного счет фактура дейді, импортировать, распечатать список дейді, настройка журнала дейді. Енді бізге керегі бұл жерде создание счет фактура. Соны басамыз. Создание счет фактура ашылады. Раздел А, общий раздел. Раздел Б, реквизит поставщика, реквизит получателя, реквизит государственного учреждения, реквизит грузоотправителя и получателя. Одан кейін договор. Болды, осылай толтырамыз кезегімен. Бірінші раздел А. Бізде номері екінші счет фактура бұл. Электронды счет фактурамыздың номері екінші. Біз осы қайын тек біреуін жібердік, мынау енді екіншісі. Одан кейінгісі дата выписки. Бұл бүгінгі число. Бұны сіз өзгерте алмайсыз. Бұл өзі автоматты түрде жазылады. Мына қызыл жұлдызша тұрғандар ол міндетті түрде толтырылатын жерлер. Дата совершения оборота. Ол бізде тауарды қай күні жеткіздік. Яғни накладнойда қандай число жазылып тұр. Дәл сол числоны осы жерге түсіреміз. Біз 12-сі күні жібердік. 12-ші наурыз күні. Мінекей соны осы жерге қоямыз. Енді астына қарай түсеміз. Астына түскеніңізде раздел G шығып тұр қазір. Данные по товарам, работам, услугам дейді. Бұған біз ең соңында келеміз. Ендігі раздел А-ны бітірдік. Енді раздел Б, реквизит поставщика. Бұл жерде бұл автоматты түрде өзі толтырылады. Мінекей біздің компанияның аты, бейіні жазылып тұр, юридический адрес жазылып тұр. Енді біз толтыратын жер бар бұл жерде. Свидетельство платежка НДС деген бар, бұны біз толтырмаймыз. Егер сіз НДСник болсаңыз, онда толтыруға болады. Толтырасыз. Раздел Б1, B1 бұл банковский реквизит и поставщика. Бізде мысалы үшін банкымыздың реквизиттерін жазамыз. КБ. Егер ТО болса 17, ИП болса 19. ИК-ті басқан кезде счеттың өзі шығады автоматты түрде. Соны таңдаймыз. Сол кезде мына жақтан біздің банктың несі шығады. Ақпараттар, біздің банкымыз жайлы ақпарат шығады. Так, мына жерде реквизит раздел С, реквизит получателя. Енді біз получатель кім?
Біз кімге жіберіп жатырмыз, заказчигіміз кім, соның бейінін жазамыз. 0,60-44-00-01-81. Мінекей. Бейінін терген кезде өзі автоматты түрде шығу керек астынан осылай. Сол кезде барлығы толтырылады. Соны таңдаймыз. Енді астына қарай түсеміз. Қалған мыналарды толтырмаймыз. Код сұраны, бұл барлығы өзі жазылып тұр. Одан кейін мына жерде қараңыздар, категория получателя дейді. Егер бұл сіз жіберіп жатқан компания болмаса мемлекеттік, бұл заказчик, государственное учреждение, мемлекеттік учреждение болса, мемлекеттік мекеме болса, онда мынаған птичка қоясыз. Мінекей, мына жерде мемлекеттік государственное учреждение бар. Соған птичка қоясыз. Ал егер мемлекеттік мекеме болмаса, онда қоймайсыз еш нәрсе. Бізде бұл компания частный компания, жеке компания, сол үшін біз қоймаймыз. Так, енді реквизит получателяны толтырдық. Енді реквизит государственного учреждения. Біз бұны толтырмаймыз, өйткені біздікі мемлекеттік мекеме емес. Енді реквизиты грузоотправителя и грузополучателя. Мінекей, грузополучатель, грузоотправитель. Мына жерде біз өзіміздікін жазамыз. Мінекей, өзіміздің бейінімізді жаздық. Енді астына қарай түсеміз. Мына жерде грузополучатель. Бұл грузды қабылдаушы кім? Соның реквизитін жазамыз. Реквизитін жазамыз. Бейінін жазғанда өзі шығады. Код сұраны KZ деп тұр. Енді договор. Бұл толды. Раздел Д толды. Енді раздел Е. Договор, контракт дейді. Сіздер тендерге қатысқанда договорға қол қоясыздар. Сол кезде мына жерде договор, контракт на поставку, товар, работ, услуг дейді. Соған птичка қоясыздар. Мына жерге. Сөйтесіздер да номер договорын мына жерге жазасыздар. Мына жерге дата договорын жазасыздар. Сол жерде номер договорын жанында датасы болады. Қай күні составление, қай күні жасалды договор. Условия оплата. Мына жерге безналичный расчет деп жазасыздар. Безналичный расчет. Енді способ отправления толтырмай қойсақ болады. Поставка товар, осуществление по доверенности дейді. Егер сіз товарды жеткізген кезде доверенностьпен жеткізетін болсаңыз, яғни сіз бір транспортный компаниямен болмаса бір газельмен водительден беріп жіберетін болсаңыз, сол водительге сіз доверенность жазып беруіңіз керек. Сол доверенностьтің номері жазылады мына жерге, одан кейін датасы жазылады. Одан кейін пункт назначения, қай жерге алып барады, сол жазылады. Сол үшін соны толтырасыздар. Егер доверенность болса, біздің қазір біздің немізде бізде договор жоқ. Бізде без договор, мінекей, без договор дейміз. Соны таңдаймыз. Сол кезде біз еш нәрсе толтырмаймыз. Одан кейін раздел F дейді. Реквизиты, документы, подтверждающие поставку товара, работу, услуг. Номер документа, подтверждающего на поставку товара, работу, услуг. Номер документа бізде қазір айтамыз. Так. Үшінші, мінекей, счет на оплату, үшінші, бізде үшінші номерлі. Бұл жерге сізге ненің накладнойдың номерін жазасыздар. Накладнойдың номерін жазасыздар. Бізде қазір накладнойдың номері де осындай счет на оплатудың номерімен бірдей. Сол үшін біз мына жерге 3 дейміз. Одан кейін дата документа дейді, 12-сі дейміз. 12-сі деп жазамыз. Одан кейін болды. Одан кейін бұл бітті. Енді данные по товарам, работам, услугам. Енді раздел G. Мінекей G-ға келдік. Признак происхождения товара, работа, услуг. Признак происхождения деген бұл жерде бізде товар ма, работа ма, услуга ма. Соның өзінің номері болады. Бізде товар, сол үшін біз 5-ті таңдаймыз. А егер бізде работа, услуга болса, қызмет пен жұмыс болса, онда біз 6-ны таңдаймыз.
Ал товар болса онда 5-ті таңдаймыз. Сол үшін соны естеріңізде ұстаңыздар. Мына жерге атын жазамыз. Не деп жазылған? Перевозка бізде. Перевозка. Мынаны толтырмайсыздар. Мына үште аты болса, үште 1 дроп 1 деген бұл жерге ешнәрсе жазбайсыздар. Егер бірдеңке жазсаңыздар, сіз косвенный налог төлейтін боласыз. Сол үшін ешнәрсе жазбаңыздар. Код ТНВ товар. Егер заказчик код ТНВ сұраса, онда сіз бұны міндетті түрде толтыруыңыз керек. Бұл код ТНВ-ті сіз Google-ға кіресіз, код ТНВ товар десеңіз, осы жер сізге шығарып береді. Мынау перевозка дистопливо бізде, дистопливоның коды қандай соны жазады. Одан кейін мына жақта единица измерения литр. Литр таңдаймыз. Количество. Қазір көреміз количество қанша екен. 23280. 23280. Цена единицу за единицу 2-де 5 дейміз. Болды. Количество 23280. 2,5 теңгеден 58200 теңге. Мына жақты көреміз, дұрыс па, дұрыс емес пе? 58200 дұрыс. Болды, бітті біздің счет фактурамыз. Қараңыздар. Дәл осылай толтырасыздар сіздерде. Одан кейін ең соңында мына жерде отправить деген басамыз. Раздел А, общий раздел дейді. Счет фактуры с таким номером и датой уже существует. Пожалуйста, укажите другой номер дейді. Бізде екінші счет фактура бар екен, сол үшін біз үшінші счет фактура деп жазамыз. Үшінші счет фактура. Енді отправить дейміз. Енді компанияның екінші сертификатын таңдаймыз. ГОС деген сертификат таңдаймыз. Өйткені біз оған подписать етуіміз керек. Подписать дейміз. Мына жерде пароль жазамыз. ECP-ның паролін. ECP-ның паролін жазамыз. Счет фактура создан и добавлен в очередь обработки дейді. Кетті счет фактура. Қараңыздар, бізде мынау бірінші счет фактура кеткен, одан кейін мынау екінші счет фактура. Егер сіздер счет фактураны тексеретін болсаңыздар, доставление деген бар, одан кейін не предусмотрен деген бар. Ойысқа кіргенде мына жерде мысалы үшін бүгінгі числоны жазасыздар. Қай күні выпуска, қай күні жаздыңыз счет фактураны, сол числоны жазасыз. Егер білмейтін болсаңыз, мысалы үшін 10-нан бастап, мысалы 10-нан мына жаққа 15-не дейін деп таңдайсыз. Сол кезде 10 мен 15-нің арасындағы счет фактуралар шығарып береді сізге. Одан кейін, егер сіздің счет фактураңызды көрген болса, оны доставление деген птичка қоясыз, сол кезде сіздің счет фактураңызды көрген, көрмегені көрініп тұрады. Так, егер не предусмотрено дегенді таңдасаңыз, онда таңдайсыз да, сосын применить дейсіз. Сол кезде егер шығып тұрса, онда сіздің счет фактураңызды әлі көрген жоқ. Ал біз қазір доставление деген таңдаймыз, енді іздеп көреміз. Бізде көрдіңіз бе, доставление әлі бармаған. Егер барған болса, ол көрген болса, олардың бухгалтериясы ашып көрген болса, біздің счет фактураны, онда доставление деген жерде мына жерде тұрады. Бізде қазір көрген жоқ, сол үшін не предусмотрен деген жерде тұр. Не просмотрен деген жерде тұр. Енді бұны қалай распечатать етіп шығаруға болады? Мынау счет фактура тұр, қайсысын распечатать етесіз, соған птичка қоясыз. Птичка қойған кезде распечатать, скачать деген тұр, одан кейін открыть деген бар, отозвать деген бар, создать копию деген бар. Отозвать деген басаңыз, егер бір жері қате болса, отозвать деп қаласыз оны. Содан кейін оны не аласыз. Егер заказчик сіздерге айтып жатса, бір жер дұрыс емес, мына жерден дұрыстау керек, қайтадан өшіріп таста десе, онда сіздер птичка қоясыздар да сол счет фактураға. Сосын отозвать деп қайтадан өшіріп тастайсыздар. Одан кейін қайтадан сіз оны басынан бастап жазасыз. Бірақ мына номерден бастап болмайды уже. Сіз үшінші номерді жазсаңыз да, сіз өшіріп тастасаңыз да, бұл 3-тен бастап алмайсыз, уже сіз 4-тен бастайсыз. Өйткені сіз 4-ші попытка жасап жатырсыз.
Счет фактура, электронды счет фактура туралы осы сабағымыз. Баршаларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, біздің чатқа жазыңыздар, телеграмдағы чатқа. Сол жерде біздің мамандар өздері жауап береді, түсінбеген жерлеріңізді. Баршаларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабағымыз esf.gov.kz деген электронды счет фактура жазатын порталға қалай регистрация жасаймыз. Бірінші соны өтеміз, одан кейін электронды счет фактураны қалай жібереміз. Одан кейін сол бойынша болады. Ал кеттік болмаса, Chromeға кіреміз. Chromeға кіргенде негізі электронды счет фактураның сайты мұнау. Бұрын басқаша болатын. Қазір осылай шықты. Өйткені разработка жасады. Енді қараңыздар, мына жерде ссылка на скачивание CryptoSocket. Мына ссылканы сіздер скачать етіп аласыздар. Мына программаны. Бұл программаны скачать етпесеңіздер, бұл порталға регистрация жасалмайды. Ссылка деген басасыздар, біз скачать етесіздер. Соны установка жасайсыздар. Біз уже оны жасап қойғанбыз оны. Өйткені бұл компьютермен біз оны жұмыс жасап жүрміз. Енді как зарегистрироваться? Бізде қазір новый компания бар, соны қазір біз регистрация жасаймыз. Регистрация пользователя. Мынаны басамыз. Юридическое лицо и физическое руководитель физическое лицо болады. Болды. Енді дополнительный вид регистрация дейді. Бұны басамыз. Оператор проверен. Оның ешнәрсе қылмайды. Начать регистрацию. Енді мынау подсказка беріп отырады мына жерде. Келіншек па, қыз ба, кім өзі. Выберите сертификат дейді. Енді сертификатымызды таңдаймыз. Рабочий кабинет. Қазір біз өзіміз компанияның сертификатын таңдайық. Так, перед вами форма, вам нужно ее заполнить, чтобы перейти к следующему шагу регистрации дейді. Мінекей, біз осын толтырамыз. Мобильный телефон дейді. Мына жерге email жазамыз. Қандай еді тағы? Барара Gmail 786 gmail.com. Пароль жазамыз. Пароль үлкен әріппен болу керек. Және буквалар сосын цифр болу керек. Мен қазір көрсетем сіздерге. Мінекей мынандай болу керек. Мінекей паспорт номер. Қазір руководителдің, директордың паспортының номері жазамыз. Директордың паспортының номері. Қазір. Ноль 40 130 09 977 040 130 977 адрес. Выдача дейді 1905 1905 2016. Бұйдың МВД РК келесіне өтеміз. Далее дейміз. Действующий на устав. Далее дейміз. Так, енді мына жерде қараңыздар. Ознакомьтесь с соглашением об использовании интернет системы электронный счет фактура. Примите соглашение, чтобы завершить регистрацию дейді. Ознакомлен. Енді мына жерге қараңыз. Вам необходимо выбрать сертификат ГОСТ дейді. ГОСТ. таңдаймыз қазір. ГОСТ. Бұл компанияның сертификаты.
Так, енді мына жаққа мына жерде директордың сертификаты. Мынаны басамыз қазір. Енді директордың сертификатын қоямыз бұл жерге. Ерсаммен. Қамбар Нұрсұлан согласен. Бірінші директор подпись жасайды, одан кейін барып астына қарай түскеннен кейін компанияның сертификаты мынау. Оны қалай білеміз? Физическое лицо деп тұр, ин жазылып тұр. Енді соның астына подписать деп қол қоямыз. Одан кейін юридическое лицо бин деп тұр. Ол компанияның. Мына директор мынау. Енді қараңыздар, директор Қамбар Нұрсұлтан. Енді соған астына госпен сертификатпен қол қоямыз, подписать етеміз. Сосын перейти дейміз. Регистрация завершена. Регистрация успешно завершена на указанный вами на e-mail адрес выслано письмо подтверждением регистрации. Енді кіреміз e-mailға. Почтамызға кірейік. Келді ESF support дейді. Завершение процесса регистрации. Мынаны басамыз. Ссылканы. Ол осымен кіре береміз. Енді войти дейміз. Войти. Компанияның сертификатын таңдаймыз. Мына жаққа өзіміздің пароль жазамыз жаңағы. Бір буквасы үлкен болу керек. Соны жазамыз. Мінекей кірді. Сохранить десеңіздер де болады. Бірақ сохранить десеңіздер, сіздер постоянно не olмайсыздар, теріп жүрмейсіздер, сразу кіріп кетесіздер. Сол кезде сіз уже нені ұмытып қалуыңыз мүмкін. Парольді. Сол үшін парольді ұмытпау үшін сіз сохранить етпеңіздер. Одан кейін мынау былай шығады. Физическое лицо и товар с ограниченной ответственностью БРР контракт. БРР контракт деген басамыз. Өйткені біз тоның атынан не жіберейін деп жатырмыз қазір. Электронный счет фактура жіберейін деп жатырмыз. Ендігі сабақ қалай электронный счет фактура жіберу керек, соны көрсететін боламыз. Дәл қазір осы жерден сабақты тоқтатамыз. Өйткені регистрацияны дәл осылай жасап үйреніңіздер. Өте оңай. Қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабағымыз esf.gov.kz деген электрондық счет фактура жазатын порталға қалай регистрация жасаймыз. Бірінші соны өтеміз, одан кейін электронный счет фактураны қалай жібереміз. Одан кейін сол бойынша болады. Ал кеттік болмаса, Chromeға кіреміз. Chromeға кіргенде негізі электронный счет фактураның сайты мынау. Бұрын басқаша болатын. Қазір осылай шықты. Өйткені разработка жасады. Енді қараңыздар, мына жерде ссылка на скачивание
CryptoSocket. Мына ссылканы сіздер скачать етіп аласыздар. Мына программаны. Бұл программаны скачать етпесеңіздер, бұл порталға регистрация жасалмайды. Ссылка деген басасыздар, біз скачать етесіздер. Соны установка жасайсыздар. Біз уже оны жасап қойғанбыз оны. Өйткені бұл компьютермен біз оны жұмыс жасап жүрміз. Енді как зарегистрироваться? Бізде қазір новый компания бар, соны қазір біз регистрация жасаймыз. Мінекей регистрация пользователя. Мынаны басамыз. Юридическое лицо и физическое, руководитель физическое лицо болады. Болды. Енді дополнительный вид регистрации дейді. Бұны басамыз. Оператор проверен. Оны ешнәрсе қылмайды. Начать регистрацию. Енді мынау подсказка беріп отырады мына жерде. Келіншек па, қыз ба, кім өзі. Выберите сертификат дейді. Енді сертификатымызды таңдаймыз. Рабочий кабинет. Қазір біз өзіміз компанияның сертификатын таңдайық. Окей. Так, перед вами форма, вам нужно его заполнить, чтобы перейти к следующему шагу регистрации дейді. Мінекей, біз осын толтырамыз. Мобильный телефон дейді. Мына жерге email жазамыз. Барара Gmail 486 собачка gmail.com. Пароль жазамыз. Пароль үлкен әріппен болу керек. Және буквалар сосын цифр болу керек. Мен қазір көрсетем сіздерге. Мінекей мынандай болу керек. Мінекей паспорт номер. Қазір руководителдің, директордың паспортының номері жазамыз. Директордың паспортының номері. Қазір. Қырық 130 09 977 040 адрес. Выдача дейді 1905 2016. Бұйдың МВД РК келесіне өтеміз. Далее дейміз. Действующий на устав. Далее дейміз. Так, енді мына жерде қараңыздар. Ознакомьтесь с соглашением об использовании интернет система электронный счет фактура. Примите соглашение, чтобы завершить регистрацию дейді. Ознакомлен. Енді мына жерге қараңыз. Вам необходимо выбрать сертификат ГОСТ дейді. ГОСТ. ГОСТ таңдаймыз қазір. ГОСТ. Бұл компанияның сертификаты. Енді мына жерде директорның сертификаты. Мынаны басамыз қазір. Енді директорның сертификатын қоямыз бұл жерге. Эрсамен. Қамбар Нұрсұлан согласен. Бірінші директор подпись жасайды, одан кейін барып астына қарай түскеннен кейін компанияның сертификаты мынау.
Оны қалай білеміз? Міне физическое лицо деп тұр, ин жазылып тұр. Енді соның астына подписать деп қол қоямыз. Одан кейін юридическое лицо бин деп тұр. Ол компаниянікі. Мына директор мынау. Енді қараңыздар, директор Қамбар Нұрсұлтан. Енді соған астына госпен сертификатпен қол қоямыз, подписать етеміз. Сосын перейти дейміз. Регистрация завершена. Регистрация успешно завершена на указанный вами на e-mail адрес выслано письмо подтверждением регистрации. Енді кіреміз e-mailға. Почтамызға кірейік. Келді ESF support дейді. Завершение процесса регистрации. Мынаны басамыз. Ссылканы. Болды, осымен кіре береміз. Енді войти дейміз. Войти. Компанияның сертификатын таңдаймыз. Мына жаққа өзіміздің пароль жазамыз жаңағы. Бір буквасы үлкен болу керек. Соны жазамыз. Мінекей кірді. Сохранить десеңіздер де болады. Бірақ сохранить десеңіздер, сіздер постоянно не olмайсыздар, теріп жүрмейсіздер, сразу кіріп кетесіздер. Сол кезде сіз уже нені ұмытып қалуыңыз мүмкін. Парольді. Сол үшін парольді ұмытпау үшін сіз сохранить етпеңіздер оны. Одан кейін мынау былай шығады. Физическое лицо и товар с ограниченной ответственностью БРР контракт деген басамыз. Өйткені біз тоның атынан не жіберейін деп жатырмыз қазір. Электронный счет фактура жіберейін деп жатырмыз. Ендігі сабақ қалай электронный счет фактура жіберу керек, соны көрсететін боламыз. Дәл қазір осы жерден сабақты тоқтатамыз. Өйткені регистрацияны дәл осылай жасап үйреніңіздер. Өте оңай.